Армысыздар құрметті магистранттар, сіздерге бүгінгі ұсынатын тақырыбым технологиялық сектордағы M&A, синергетикалық әсер және құнның бұзылуы. Бұл дәрісте Қазақстанның технологиялық секторында бірігу және сатып алулардың теориялық негіздері, синергия көздері мен құнның бұзылуының себептері, бағалау әдістері және жасанды интеллект дәуіріндегі қазіргі тенденциялар қарастырылады. Мақсаты мәмілелердің тиімділігін талдап, құнды қалай құруға не жоюға болатынын анықтау. Жалпы Қазақстан контекстінде қарастыратын болсақ, Қазақстанның цифрландыру бағдарламалар мен инновациялық экожүйесінің дамуы M&A-ның стратегиялық құрал етеді. Финтех, e-commerce, телеком және IT қызметтер кәсіпорындарға нарық үлесін кеңейту, инвестициялық тартымдылықты арттыру және өнімділікті жоғарылату мүмкіндігін береді. Бір мезгілде мәмілелер синергия мен құнның бұзылуы қатарымен жүретін тәуекелдерді тудырады. M&A-дің мақсаты не үшін сатып алады? Яғни оның негізгі 4 мақсаты бар. Яғни біріншісі ол инновацияны жеделдету, R&D мен өнім дамытуды жылдамдату үшін таланттар мен технологияларды сатып алу. Келесі мақсаты ол клиенттік базаны кеңейту, яғни пайдаланушылар мен нарықтық қатысуды бірлесіп ұлғайту. Келесі мақсаты IT инфрақұрылым интеграциясы. Бұл бұлттық ресурстар мен жүйелерді біріктіру арқылы шығындарды оңтайландыру болып табылады. Және де негізгі мақсаты жаңа нарықтарға шығу. Орталық Азия және тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінің нарықтарына географиялық ұштасу. Қысқаша айтатын болсақ, мақсаттары инновация, нарық үлесі, масштабтау және бәсекелестікті әлсірету. Жалпы синергия құнды қалай құруға болады? Бұл жерде негізінен синергия келесідей формуласы анықталады. Яғни оның негізгі түрлері операциялық, яғни шығындарды қысқарту, процестерді біріктіру, қаржылық, арзан тиімді капиталды қарастыру, технологиялық әзірлемелерді біріктіру және нарықтық клиенттерді біріктіру болып табылады. Қазақстандық мысалда CAS плюс финтех және маркетплейс плюс payments типтері өнімділікті және сатуды арттыра алады. Жалпы құнның бұзылуы дегеніміз не? Яғни неге мәміле сәтсіз болады? Оған келесідей факторлар әсер етеді. Яғни біріншісі артық төлеу, яғни overpayment, аукциондық қысым және шамадан тыс оптимистік бағалаулар, сатып алу құнынан асатын тәуекел. Келесі мәдени қақтығыс, яғни икемді стартап пен бюрократиялық корпорация арасындағы үйлеспеушілік кадрлардың шығуына және өнімді төмендетуге алып келеді. Келесі ол интеграциялық күрделілік, яғни IT жүйелерінің үйлеспеушілігі, процесс синхронсыздығы және ықтимал операциялық шок. Және де келесі қаржылық жүктеме және реттеуші кедергілер. Яғни бұған мысал ретінде қарыздың өсуі, реттеушілердің қарсыласы мәміленің мәнін төмендетуі мүмкін. Келесі технологиялық сектордың ерекшеліктерін қарастыратын болсақ, яғни бұл жерде бірінші ерекшелігі ол зияткерлік меншіктің рөлі. Яғни бұл жерде патент, код және өнімдік IP мәміленің негізгі активтері болып табылады. Келесі бұл acqui-hiring, талантты алу, яғни 10-15 үздік маман инженерлерді алып, соларға негізі мотивация беру. Келесі killer acquisitions, бәсекелестікті кетіру үшін стартаптарды сатып алу, нарықтық динамиканы өзгертуге басы себеп болып келеді. Және де тік интеграция, яғни бұлт, тип және LM сатып алулары экожүйені сыртқы
кепілділіктен босату мақсатында пайдаланылады. Технологиялық мәмілелерде жұмсақ факторлар, яғни мәдениет, талант шешуші болып табылады. Олар интеграцияның табыстылығын анықтайды. Жалпы бағалау әдістемесі, яғни эмпирикалық аппарат, ол бірінші әдістемесі ол оқиғаларды талдау, яғни event study. Жалпы күннің терезесінде егер кар 0-ден кіші болса, аз болса, нарық артық төлеуді немесе мәнсіз мәмілені көрсетеді. Келесі әдістемесі ол бухгалтерлік зерттеулер. Мәміледен бұрын және кейінгі 3 жылдағы ROA, EBITDA, margin салыстырулары арқылы жүзеге асырылады. Келесі мультипликаторлар, яғни төленген EBITDA немесе EVC индустриялық медианалармен салыстырылады. Жалпы синергияның бағалау формуласы былайша көрсетілген. Бұл дамадаран моделі біріктірілген ақша ағындары мен түзетілген өсімге негізделеді. Ал қазіргі тенденцияларды қарастыратын болсақ, жасанды интеллект дәуіріндегі M&A, яғни құмарлық, дайын кірісті сатып алудан есептеу қуаты мен деректерді сатып алуға ауысып жатыр. Acqui-Hire 2.0 чип өндірушілер мен LLM сатып алулары бұл провайдерлерінің тік интеграциясы басты трендтер болып табылады. Бұл мәмілелерде техникалық ресурстар мен деректер активтері синергияның негізгі көздеріне айналуда. Жалпы Қазақстан үшін практикалық қорытындылар және KPI-ға тоқталатын болсақ, негізгі KPI ретінде EBITDA, ROA, ROI, кіріс пайдаланушылар саны, R&D инвестицияларын айтсақ болады. Мысалы үшін кіріс 2,5 нан 3.600.000.000 теңгеге, яғни 44%-ға ұлғайды, яғни клиенттер 150 мыңнан 240 мыңға артты, яғни бұл 60%-ға жоғарылады дегеніміз. Жалпы бүгінгі тақырып бойынша ұсыныстар, яғни due diligence күшейту, венчур инфрақұрылымын дамыту, корпоративтік басқаруды жетілдіру, технологиялық интеграцияны қолдау, аймақтық кеңеюді ынталандыру. Осы шаралар синергияны жақсартып, құнның бұзылу ықтималдығын азайтады. Қазақстанда финтех, жасанды интеллект, цифрлы логистика және киберсекюрити ең перспективалық салалар болып табылады. Жалпы қорытынды ретінде M&A технологиялық секторда өсу мен инновацияны тездету үшін күшті құрал болып табылады. Бірақ тиімділік бағасы дәл талдау, интеграция шеберлігі және мәдени сәйкестікті қажет етеді. Сіздерге тапсырма ретінде пікірталас, яғни WhatsApp-тың Facebook тарапынан сатып алу орынды ма? Есептеу, бақылау, сыйлық ақысын есептеп, қандай операциялық өсім қажет екенін бағалау. Жалпы осындай сұрақтар қарастырылады. Қорытатын болсақ, ұзақ мерзімде M&A-ның табыстылығы стратегиялық анализге, басқару қабілетіне және цифрлы ортаға бейімделуге байланысты. Тиімді интеграцияны, синергияны қамтамасыз етеді. Бұл өз кезегінде бағалау мен интеграция қатерлері құнды жояды. Жалпы бүгінгі тақырып бойынша осы. Назар тыңдағандарыңызға рахмет.